Егер ол асқынып, мерзімінен өтіп кететін болса, уақытында анықталмайтын болса және ешқандай ем жасалмайтын болса, тіпті мүгедектікке дейін алып келуі мүмкін. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз, сіздерге таныстыратын тақырыбым ол бруцеллез, яғни ересектерде де балаларда да кездесетін дерт. Және көп жағдайда бізде мынау күнделікті тұрмыста әсіресе мына мал шаруашылығымен айналысатын және ет өнімдерін, сүт өнімдерін көп тұтынатын адамдарда кездесетін дерт. Бруцеллездің белгілері қандай, жалпы ол қалай проявляция етеді және оны қалай диагностика, қалай анықтауға болады деген сұрақтарға бірқатар жауап беріп өтетін боламыз. Сіздер лайк басып, міндетті түрде каналға жазылып, мені қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да керемет видеоларды сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Енді бруцеллез бұл негізі бізде бруцелла қоздырғышымен шақырылатын инфекциялық дерт, яғни оның негізгі белгісі адамдағы ол дене температурасы, әлсіздік, шамадан тыс тершеңдік, яғни түнгі уақытта көп аналардың, көп адамдардың айтатын шағымы түнгі уақытта шылқып су тер болып кетемін, яғни төсегімнің бәрі тер болады. Және де одан кейінгі белгілерінің бірі ол буындардағы шектеу, яғни буындардағы ауырсыну, майда буындардан, яғни саусақтағы буындардан бастап ірі буындарға дейін қимыл қозғалыстың шектелуіне дейін асқынумен алып келетін дерт. Былайша айтқанда, бруцеллез бір сөзбен айтқанда, егер ол асқынып, мерзімінен өтіп кететін болса, уақытында анықталмайтын болса және ешқандай ем жасалмайтын болса, тіпті мүгедектікке дейін алып келуі мүмкін. Өйткені буындардағы қимыл қозғалысты шектеу арқылы ол қалпына келмейтін, яғни бізде мүгедектікке дейін алып келеді. Сол себепті бүгінгі видеоны нақтылап көріп алып, егер сондай белгілер сіздің танысыңызда, туысыңызда немесе басқа да жағдайларда кездесіп жатсаңыз, міндетті түрде бруцеллезға зерттеу жасап, тексеру жасап, алдын алғандарыңыз жөн деп айтамыз. Енді бруцеллезді жалпы біз қалай анықтаймыз? Ең бірінші кезекте бізде ИФА методпен бруцелланың, яғни антителаларына, яғни антиденелеріне қан тапсыру. Бұл кезде біз иммуноглобулин А, МГ бруцелла қоздырғышына тапсырамыз. Оны кез келген лабораторияда, частном порядке, өзіңіздің тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша емханаңызда да тапсырсаңыздар болады. Енді және бұдан бөлегі ол бізде серологиялық әдіс, одан бөлек Райт-Хедлсон әдісі арқылы зерттеу. Енді егер жоғарыда аталған шағымдар сізді мазалайтын болса, Райт-Хедлсон анализін тапсыру арқылы анықтасаңыз болады. Бұл жерде бізде көрсеткіштерін қалай ажыратамыз? Көп жағдайларда қателік бізде қалай кетіп жатады, яғни 1-ге 100, 1-ге 200, 1-ге 400 деген қатынаста бізде титр беріп жатады, және 1-де 100-ді бізде емдеудің қажеті жоқ, немесе бұл ешқандай ағзаға зиян тигізбейді деген сияқты түсінікпен бруцеллалар көп жағдайда диагностикаланбай қалып жатады. Ал өз кезегінде уақыт өте келе жаңағы біз қорқытып айтып жатырмыз ғой, мүгедектікке алып келуі мүмкін деген сияқты. Сол секілді буындар уже қозғаламай, адам жүрісінен қиналып жатқан кезде бізде уже кеш болып қалуы мүмкін. Сол үшін егер сізде 1-ге 100 болатын болса, 1-ге 200 болатын болса, сіз амбулаторлық деңгейде бруцеллезді, яғни үй жағдайында емдесеңіздер болады. Ал егер 1-ге 400 дегеніміз, бұл бізде айқын оң мәнді бруцелла қоздырғышы деп айтамыз. Бұл жағдайда сіз міндетті түрде толық қанды ем алуыңыз керек. Яғни сіз 20 күн стационарда, 20 күн өзіңіздің тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша бақылауда болып ем алатын боласыздар. Негізі бруцеллезді көп адам не үшін бізде уақытылы диагностикаламайды, не үшін уақытылы анықтамайды деген сұраққа жауап берейік. Бұл өзі өте баяу басталады. Бірден жедел түрде ешқандай бір көрініс беріп, адамның өміріне бір қауіп төндіретін еш нәрсе белгісі болмайды. Сол үшін уақытын өткізіп алып жатамыз. Адамдар бастапқы кезде 37,1, 37,2 кешкі уақытта бір мезгіл көтерілетін дене температурасы болады. Оны ересектер, балалар тіпті көп жағдайда байқамай жатады, оған ешқандай ден қойып, назар аударып еш нәрсені айтпай жатады. Және де ол бір интоксикация немесе бір ауырсыну симптомдарсыз жүреді. Оны көп жағдайларда анықтамайды. Енді бұл температураның өзі бізде 3 ай, 4 ай, 5 ай, тіпті 1 жылға шейін осындай кешкі уақытта бір мезгіл көтерілетін 37-37,5 температурамен жүрген адамдар бар.
Ал одан кейінгі уақытта ары қарай жоғарыда аталған симптомдар бастала бастайды. Буындардағы ауырсыну, тершеңдік деген секілді. Осы моментте адамдар көп жағдайда дәрігерге келіп жатады. Енді егер бұл тақырыпта біз жалпы сіздерге ескертіп айтатынымыз, егер сіз кебаб өнімдерін, фастфуд өнімдері қазір кең таралып жатыр, донер, лаваш деген секілді сондай өнімдерді көп тұтынатын болсаңыздар және эпидемиологиялық аймақта тұратын болсаңыз, яғни мал шаруашылығы кең дамыған, мал шаруашылығымен айналысатын өңірлер арнайы бар ғой, сондай өңірлерде тұратын болсаңыздар және де сіз өзіңіздің үй жағдайында да жаңа сүт өнімдерін, творогты, жалпы молочный изделияларды көп қолданатын болсаңыз және мен атаған белгілердің кез келгені сізді мазаласа, бірінші кезекте бруцеллез туралы ойлауыңызға болады. Ендігі кезекте біз жалпы бруцеллезді, яғни бруцелла қоздырғышын қалай емдейміз? Негізі бруцелланы жоятын бірден бір дәрі-дәрмек ол антибиотик, яғни антибактериалды терапия. Антибактериалды терапияда бізде кең спектрлы антибиотиктер қолданылады және аз уақытқа емес, мен сізде жоғарыда айттым, 40 күн емделесіздер, яғни 20 күн стационарда, 20 күн поликлиника деңгейінде деген секілді. Сол үшін бұл жерде бізде 2 антибиотик комбинированно жүреді, яғни тек бір антибиотикпен емес, 2 антибиотикпен қатар емдейсіздер. Оның бірі доксициклин, екіншісі цефалоспорин тобынан бізде алуға болады антибактериалды терапияны. Және одан бөлек бізде жаңа буындардағы ауырсынуды және қабыну процесін басу үшін біз диклофенак, диклоген, кетодоп секілді ауырсынуға қарсы, қабынуға қарсы препараттарды қолданып жатады. Егер сізде жаңағыдай буындардағы қандай да бір деформация, қызметіндегі бұзылыс болатын болса, ол кезде сізді физиокабинетке, яғни УВЧ-ға, парафинге, электрофорезге жолдайтын болады дәрігеріңіз. Бұл электрофорез парафинда жалпы сіз тұрғылықты мекен-жайыңыз бойынша алсаңыз да болады, өзіңіздің учаскелік дәрігеріңіздің жолдамасы арқылы. Және толық 40 күн сіз емін алып болғаннан кейін міндетті түрде қайтадан жоғарыда аталған лабораториялық зерттеулерді тапсырасыздар. Және отрицательный болған жағдайда ғана сіз жалпы бұл дерттен аяқтыңыз. Егер сізде положительный болатын болса, бұл курс жалғасады, альтернативті ем түрі өзгереді. Сол себепті сізді әбігерге салмау үшін, сізді ұзақ уақыт осы дерттің айығуына әбіржімеуіңіз үшін, ертерек айығуыңыз үшін біз аталған белгілер, біз аталған жалпы жоғарыда айтқан нәрселер сізді мазалап жүрсе, міндетті түрде зерттеуден өтіңіз. Бұл ойнайтын дерт емес. Және біздің каналға жазылып, әрдайым осындай пайдалы ақпаратты өзіңізге алып жүріңіз. Пайдалы ақпаратпен біз сіздермен бөлісеміз. Міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, пікіріңізді қалдырыңыз. Егер дәл осы дерт сізді мазалаған болса, айта кететін жағдай, консультацияға да келсеңіздер болады. Яғни бізден толық зерттеуден өтіп, анализдеріңіздің барлығын алып, сол клиникалық көрініс анализді ұштастыра отырып, біз сізді толыққанды емдейтін боламыз.